Кристал және Рефуджио мектепте жоғары сыныпта оқып жүрген кезден бастап танысып кездесе бастады. Екеуі де шамамен 19 жасқа толғанда бірінші баласы Джованна немесе Джия есімді қыз дүниеге келді. Армысыздар құрметті көрермен, сіздермен Әсия. Қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп, лүпіл басып, каналға тіркеліңіз. Егер видео ұнаса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Сіздердің қолдауларыңыз мені шабыттандырады. Баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Техас, Кайл қаласы. Көбінесе бұл жас отбасы бөлек бір үйде тұратын. Бірақ кейде Рефуджио анасы Нэнси және өгей әкесі Эусторгио Ариана мен ал Кристал мен қызы Джия бөлек өз туыстарына барып та жүрді. 2016 жылдың желтоқсан айының соңында ерлі-зайыптылар Рефуджионың ата-анасының үйінде бірге тұрамыз деп шешім қабылдады. Ол кезде Кристал 24 жаста, ал қызы Джия 5 жаста болатын. 2017 жылдың 3 қаңтарында Кристал қызымен бірге Рефуджионың үйіне көшіп келді. Бірнеше күннен соң Кристал кенеттен жүрегі айнып қатты ауырып қалады. Рефуджио оны жедел жәрдеммен ауруханаға апарады. Кристалдың қасында сол күні болғандардың айтуы бойынша ол өзін басқаша сезініп, басқа әлемде жүрген секілді. Психикалық ауытқулар бар сияқты көрінгені. Ал Кристал Рефуджионың ата-анасы оны уландырмақшы және ішіндегі шайтанды жою үшін химиялық ағартқыш ішкенін, сиқырдан құтылғысы келетінін түсіндірді. Алайда кейінірек Рефуджионың әкесі дәрігер арқылы бұл мәлімдемелерді жоққа шығарды. Сонымен бұл жағдай жылы жабылды. 2017 жылдың қаңтарында осы оқиғадан 2 күн өткен соң анасы Нэнси Рефуджио әдеттегідей жұмысқа кетті. Эусторгио, Джованна, Кристал үшеуі үйде қалды. Эусторгио күнді теледидар қараумен өткізді, ал Кристал үй шаруасымен айналысты. Кір жуып, үй жинап, ас үйде тамақ жасап жүріп, кейіннен біраз уақыт компьютерде отырды. Түскі ас ішетін уақытта ас үйде Эусторгио мен Кристал кездесіп қалады. Осы уақытта Кристал ас үйден пышақ алып, жатын бөлмесіне қайта кіреді. Ал Эусторгио бұған онша мән бермейді. Өйткені оның айтуы бойынша әдетте Кристал жатын бөлмесіне жеміс-жидектерді апаратын. Жатын бөлмеде бұл уақытта қызы Джованна да бар еді. Аз уақыттан кейін қызы Джияның анасына "Жоқ, өтінемін, олай жасамашы" деп айқайлаған дауыстары шыға бастады. Бірақ бұл сөздер де әдеттен тыс естілмеді. Қыз кінәлі болып, ал анасы әдеттегідей оны барлық гаджеттерін алып жазаламақ болғандай көрінді. 1-2 минуттан соң Кристал бөлмесінен шығып, ас үйге қарай келіп, өгей әкесі бұрылған кезде арқасына пышақты қадады. Әкесі толықтай тұрамын дегенше 3-4 жерін пышақтап үлгерді. Ал Эусторгио қаруды алу үшін қыздың қолын тістеп сыртқа қашты. Көршісінің үйіне кіріп, полицияға қоңырау шалып, оператордан көмек сұрады. Ал Кристал үйден тапанша алып, көршісін және қайын атасын атпақшы болды. Бірақ мылтық істемеді. Содан Кристал қайта үйге кіріп, ол да құтқару қызметіне қоңырау шалып, мекен жайын айтты. Оператор бірнеше минут бойы сұрақтар қоюды жалғастырды. Бірақ олардың ешқайсысына жауап бермеді. Кристал өзін өлтіруге жақын екенін қайталай берді. Бірақ оператор оқиғаның қалай болғанын сұрағанда, Кристал әкесі теледидар көріп отырды, ал қызы сұлы дәнін сұрағанда қызын өлтіргенін айтып қайталай берді. Телефондағы оператор тағы бірнеше нақтылау сұрақтарын қойғанда, "Иә, дұрыс, мен қызымды өлтірдім, қайнатамды пышақтап тастадым" деп жауап берді. Оқиға орнына полиция отряды қоңырау шалғаннан кейін шамамен 10-15 минутта келе бастады. Олар пышақты Эусторгиодан алып, жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізді. Көп ұзамай оқиға орнына жедел топ та келді. Арнайы жасақ қызметкері Кристалға қарсылықсыз үйден өз бетімен шығуды ұсынды. Бірақ Кристалдан ешқандай әрекет болмады. 1 сағаттан кейін Кристалдың анасы мен сіңлісі де келді. Анасы қызын көндіру үшін үйге кіргісі келетінін айтты. Бірақ полиция бұл ұсыныстан бас тартты. Ақырында полиция
Полиция үйден қатты тарсылдаған дауыс естіп, үйдің артқы есігінен кіріп, Кристалды тапқанда, ол душтан шыққан сияқты, үстінде киімі жоқ болды. Полициялар қолына кісен тағып, үстін көрпемен орап, көтеріп үйден алып шықты. Машинаға отырғызбақшы болғанда, Кристал жынды секілді басын денесін ұрып, өзімен өзі күле берді. Полиция қызметкерлері оны ауруханаға жеткізді. Жедел тексерістен кейін Кристалға дәрі беріп тыныштандырды. Есін жинағаннан соң дәрігерлер жарақаты бар жоғын сұрады. Ол қайын-атасы қолын тістегенін айтты және психикалық ауытқулар барын, денесіндегі шайтанды жою үшін химиялық ағарту ішкенін айтты. Қамауға алынғаннан соң Кристалдың жүйкесі сыр беріп, тағы да өзімен өзі күле бастады. Бір уақытта жылап, қызым, мені кешірші, мен сен деп ойламадым, менің көзіме сен қуыршақ болып көріндің, мазақ еткен клоун сияқты болдың, сені өлтіремін деп ойламадым, мені кешірші, мен өлімге лайықпын, мені өлтіріңдер деп дауыстап айқайлай берді. Сот қызметкерлері мен дәрігерлердің зерттеулерінен кейін Кристалда психикалық ауытқуы бала кезінен бар екенін, ал анасы мен туыстарының айтуы бойынша бала кезінен бір көлеңке артынан жүреді деп айтатынын, есірткіге тәуелді екенін және осының бәрін жасырып келгені анықталды. Сотталушыны айыптары бойынша кінәлі деп таныды. Сот оны өмір бойына бас бостандығынан айырды. Бірақ кейіннен психикалық ауруына байланысты зорлық-зомбылық жасағаны үшін 20 жылға бас бостандығынан айырды. Қазір Кристал Техас штатында қылмыс жасағаны үшін қамауда отыр. Бұл оқиға сізді де таңғалдырды және сізге қызықты болды деп сенемін. Егер ұнап жатса, лүпіл басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп, каналға тіркеле кетіңіз. Келесі шығарылымда кездескенше, сіздермен болған Әсия.